Бала бізде осы апта экология апталығы 26 сәуірден 30 сәуір аралығында 2021 жыл. Біздің бүгінгі сабағымыз табиғатпен үйлесімді өмір сүру деп аталады. 8 сыныптардың арасында сайыс сабақты ұйымдастырып отыр. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, яғни сіздерді қоршаған ортаға деген махаббаттарыңызды, қоршаған ортаға деген құндылықтарыңызды жайлы түсініктерін қалыптастыру, табиғатты қорғау, елін, жерін сүюге, мейірімділікке, ізгілікке тәрбиелеу, экологиялық тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Ал енді сайыс 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең сұрақты таңда деп аталады. Сіздер өздеріңіз сұрақты таңдайсыздар, әр сұрақтың астында тапсырма жасырылған. Екінші кезең бәйге деп аталады, яғни ол жерде сіздер Quiz.com арқылы тест тапсырмалар беріледі, ең жылдам және ең дұрыс орын алған оқушылар алға шығады. Және үшінші кезең ұшқыр ой деп аталады, яғни бұл жерде сіздер мақалдың осы табиғат қоршаған ортаға байланысты берілген мақалдардың жалғасын табуларыңыз қажет болады. Ал ондай болса ары қарай жалғастырайық. Көріп отырсыздар, бізде 12 үй ашық, яғни әр сынып 2 жауаптан таңдауға мүмкіндік алады. Енді реті бойынша 8-ші А, 8-ші Б. Б сыныбы 7-ші мақал. Бір ағаш кессең, 10 тәулік. ал нет, жақсы, дұрыс айтасыздар. В сыныбы 1-ші, табиғатсыз адамдардың күні жоқ. Жақсы, тамаша. Так, пока 8-ші Д сыныбы, орман көп болса, олжан көп. Жақсы, тамаша. 8-ші Б сыныбы жауаптарыңыз бар ма? Таудың көркі бұлақ. Таудың көркі бұлақ. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Сонымен қазір бар. Не алдың деген сабақта, өзіңе қандай өміріңе пайдаланатын дүние алдың? Я алдым. Экологиямен байланысты қазіргі көлдердің нашарлауы, олардың мәселелері, олардың не себепті осындай жағдайдың кешіп жатқаны. Так, Айкөкем, сен не айтасың? Сабақ өте қатты өтті, маған да ұнады. Жарыс өте. Саған қай бөлім ең қатты ұнаған? Бірінші бөлімі. Бірінші бөлімі қатты ұнады. Жақсы, маған да бірінші бөлім өте ұнады. Абзал, өзің не қосасың? Мағжан, жігіттер, Самған. Апай, мен ойымша сабақ күшті өтті, маған ұнады. Осындай сабақтар көбірек болса дұрыс болады. Ондай болатын болса, бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, мен өте қуаныштымын. Расымен де өте өзекті мәселе деп ойлаймын. Өзіміздің туған отанымыз, табиғи орта жалпыламай адам үшін өте маңызды. Сондықтан ол туралы білуіміз біздің адамзаттың өзіміздің парызымыз деп есептеймін. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сіздерге де сабақ пайдалы болса, мен өте қуаныштымын. Ондай болса, іске сәт, сау болыңыздар.